Амитака каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ауылда қарасы қалған үйдің екінші сериясы шығады. Сіздер бұны көп күттіңіздер. Және де біздің подписчиктеріміз комментарияға екінші бөлім қашан шығады деп жазыпты. Енді бүгін шығады. Ендеше кеттік. Анашым неге алмайды? Шаршадым мен уже сонда бітіп. Анашым келемін дейді, бірақ мен мына монстрлардан әлі қорқып тұрмын. Үйге қарашы, үй өзгеріп кеткен бе? Таңғалып тұрмын. Үй өзгеріп кеткен бе? Қорқынышты, одан самайын қорқынышты болып өзгеріпті ғой. Осы үйде ме? Есік ашық тұр екен. Кеттім. Кет, анашым, қызым. Анашым, білесіз бе, мына жерлерде өте қатты қорқынышты құбыжықтар жүр. Қызым, мен бұны көрмедім. Жаным, қалайсың? Жақсысың ба? Мен саған бір нәрсе болады деп қатты шоштым ғой. Анашым, шошпаңыз. Жарайды, мен кеттім, көйлекке барып міне берейін. Я, жаным, міне бер. Онда мен кеттім. Бізде күн батады, түн болады. Міне бүгінгі күнім осындай қорқынышпен өтті. Жарайды, ұйықтайын. Қандай дауыс шығып жатыр? Қандай дауыс шығып жатыр? Кім бар? Себеп жағайық. Қорқынышты. Барлығы менің өмірімнен кетпей қойды. Құбыжықтар, барлық зат. Маза бермейді уже, шаршап кетті. Қандай дауыс шығып жатыр? Қандай дауыс шығып шығар? Жоқ, қорқынышты бұл. Ана үйде де шығып жеді. Жоқ. Тынышталды. Неге өмірімнен кетпей? Тоқтай тұршы. Жоқ, жоламашы. Жоламашы. Жоқ. Қызым, не болды? Ештеңе болған жоқ, анашым. Бірақ мен ана күннен қарағанда қатты қорқып жүрмін. Қызым, онда саған сені ауруханаға апарайын. Қазір мен дәрігерлерге звондаймын. Жоқ, анашым, керек емес. Жоқ, менде бәрі дұрыс. Жай ғана мен елестеген болар. Жоқ, қызым, жүр, кеттік. Апарамын мен сені. Анашым, жүр, анаңа неге дауласасың анаммен? Жүр деймін. Не болған? Сәлеметсіз бе, бұл жындығанама? Иә, жындығанаға қош келдіңіз. Бұған қызыңызды қалдырып кете беріңіз. Бұл жердің жағдайы өте жақсы. Жарайды. Маған бәрібір. Неткен баласын аямайтын адам? Не істейді? Қайдан біледі қызына не істейді екенін? Ұйқым келмей қалды ғой. Кім бар? Қарап көрейін. Қорқынышты құбыжықтар әлі бар ма? Әлі бар ма? Кетіңдер. Ей, не болып жатыр? Сіз мұны монстрларды көрмей тұрсыз бе? Кәні? Міне, бұл жерде ешқандай да құбыжықтар жоқ. Сен мені мазақ қылып тұрсың бе? Бар комнатаңа жақ. Жат. Жоқ, мына жерде болды. Жат деймін. Жарайды. Мәссаған, міне, өмірімнің барлығы тозаққа айналды. Жарайды, ертеңгі күнді күтейінші.
сіздің қызыңыз жындыға айналған. Неге? Бір кезде монстр көрдім деп маған айғай-шу шығарады. Бұл жынды екен расымен де. Жындыханада қалуға қол қойып бере аласыз ба? Не деп тұрсыз? Жоқ, ханым. Я, қоя аламын. Рас пе? Жарайды. Қойып берейін, келіңіз. Жарайды, жүріңіз мына жаққа. Жындыханада қалатын болды ме? Я. Дайым күшті болады деген үміттемін. Ешкім келмеген бе әлі? О, анашым, қалайсың? Анашым, не болды сізге? Сен бүгін жындыханада қалатын болдың. Қалай сонда? Сонда, анашым, сіз мені қалдырасыз бе? Расымен де? Я, не болды? Анашым, сізден мұндай күтпедім. Неге өмірімнің бәрі қиындыққа толы? Неге? Неге толы өмірім қиындыққа? Шаршадым уже. Енді осындай әдеті бар еді. Кешіріңіз. Онысы несі? Қоя беріңіз, өзіміз дәуірлеп аламыз. Сіз бара беріңіз. Жарайды. Мына жер неге шашылып жатыр? Мен ешқандайды бұл жерді жинамаймын. Өзіңіз жинаңыз. Жинайсың, енді бұл жердің құлы десең де болады. Құлы? Қалайша? Анам мұндайға жол бермейді. Жол береді дедім ба, жол бермейді дедім ба, маған бәрібір. Ата-анам қол қойып қойды. Енді мен қанша уақытқа дейін қалам бұл жерде? Мәңгілікке қаласың. Жүр, тез полды жуып та. Мына жер ең соңғы жері. Міне біттім. Енді ханымға айтып келейін. О, кеттім. Неде? Сен кімсің? Кімсің деп болмай? Қаяқтан келдің? Қорқынышты. Ханым! Неменеге қайлай бересің? Қасыңда тұрмын ғой. Осы мені немене шақыра бересің? Менсіз ештеңе істей алмайсың ба? Тәрбиесіз. Ханым, жаңа мына шеттен маған ұқсас бір адамды көрмедіңіз бе? Сенен басқа ешкімді көріп тұрған жоқпын. Кір бар бөлмеңе, жындыға айналыпсың ғой таза. Өмірім неге қиындыққа толы осы? Менің өмірімнен барлығы шаршап кететін шығар. Өмір неткен қиын. Жарайды. Енді өмірім осы жақта өтетін болды. Ясыл. Жоқ, ондай емес. Ол өте күшті қыз. Бүткілін істей алады дегендей сіз алсаңыз, тіпті сізге де жарысады. Міне осы сақал мұртыңызды алсаңыз, келбетті жігітке айналасыз ғой. Рас па? Жарайды, сол қызды маған бүгін сатасың. Мен 100 миллион теңгесін қойып беремін. Я, енді адам болғандықтан енді сатамыз сізге. Аласыз, ол өте күшті қыз. Қазір мен оны шақырып келемін. Шақырмасаңыз да болады. Не айтып тұрсыз? Жүрші бер. Бұл сен кешке сатып алатын адамын. Сол үшін сен оған дөрекілік танытпа. Осы кезден бастап бұған жақсылап үйрен. Қандай үйренген, апай? Мені алып қалдыңыз, білемін, жынды деп өтіріктен. Неге енді соншама мені қинайсыз? Мен сізге не жазғаным бар? Ештеңе істемедің, бірақ мені сүйтуің керек. Маған қазір ақша керек.
біреудің қызын енді мәпелеп жүрем бе? Өзіңіз де анасы ғой, ойланбайсыз ба кішкене? Айқайлама маған. Сен кімсің маған айқайлайды? Мен сені сатып алғанмын анаңнан. Анаң маған қол қойып берген. Көрсетейін бе құжатты? Жоқ, керек емес. Жынды екен ғой мынау. Не дейсіз? Жоқ, машин келіп тұрған ғой. Жарайды, сіз кете беріңіз. Тұр мына жерге. Сөз қайтарғанды көрсетейін мен саған. Кешке дайындал, сені алып кетеді. Не ол ана жерде отырып барыңыз. Жүр кеттік, кетеміз. Сіз кімсіз? Жоқ, мен бармаймын. Сен менің үйімдегі почти құлым боласың. Сондықтан жүр бері. Бармаймын, мен өзімнің комнатам бұл. Мен саған не дедім? Жүр кеттік. Жоқ, жіберіңізші. Жоқ, бармаймын мен ол жаққа. Жоқ. Жіберіңізші. Өз яқты жұмыс жасайсың. Яғни айтқанда пол жуасың, тамақ пісіресің, менің айтқанымды тыңдайтын қыз боласың. Түсіндің бе? Жоқ. Жүр деймін. Бұл үй... Тоқташы. Аты есіме түспей тұр. Ауылдағы... Қараусыз қалған не ғой? Жүр кеттік. Не болды соншама таң қаласың? Әкешім, қалайсың? Сен кімемен? Сен мені жаңадан көрген сияқты болмаңызшы. Онымен кетті. Мен анамды өлтіріп тастағанмын. Енді кезек сізге келеді. Жоқ, енді басыма осындай бәле тілеп алдым. Анам неге бұлай өзгерді екен? Қорқынышты, бұл кірудің өзі қорқынышты. Мәйттер, қандай мәйт бұл? Қорқынышты. Бұл бізде Хокинг. Мен осындай, енді андай алып көрмем. Мен осындай жерді өзім жаным сүйеді, ұнады. Ал бұл бізде ванна. Тоқтаңыз. Бұл жерді білемін. Бұл жер... Мен бұл жерді білемін. Сіз мені неге алдап тұрсыз? Алдап тұрғаным жоқ. Ой, үйге кім келіп қалған? Анашым? Сен кімсің? Кімсің сен, айтшы? Кешіріңіз. Мені жіберіңіздерші. Әйеліңіз бар болса, қызыңыз бар болса, солар істейді ғой жұмысыңызды. Достар, біздің екінші серия аяқталды. Екінші серия онша қызық болмады, бірақ үшінші серияға қызық болады деген үміттемін. Сау болыңыздар. Не? Ол жинақ.